Кайырлы күн. Бүгін сіздермен тағы да теміртаулықтардың өмірінен шағын оқиғалар айдары. Самарқанд су қоймасының сол жағалауында өтіп жатқан темір жол желісінің өткен ғасырдың 30-шы жылдарының ортасында салынғанын білесіздер ме? Бұл желі Бөгет пен Каргрес-1 құрылысын және Солонички станциясымен одан әрі Қарағандымен де байланыстыратын жол болды. Теміржол құрылысына Украинадан Самарқанд кентіне келген Днепр су электростанциясының инженерлері мен жергілікті тұрғындар тартылды. Каргрес-1 Солонички теміржол желісінің құрылыс бастығы Днепрострой инженері Филиппов Павел Михайлович болды. Теміржол желісі қолдың күшімен, қайла мен күректермен салынды. Жұмысшылар далада, шатырларда тұрды. Одан қоса Қарлақтан келген тұтқындар да жұмысқа салынды. Алғашқы доңғалақты тракторлар мен жүк көліктері 35-ші жылдың көктемінде ғана пайда болды. 1948 жылы Теміртау станциясы ашылады. Қала маңы бағытында жолаушылар теміржол пойыздармен жүре бастады. Бүгінде кез келген адам электричкаға мініп Самарқанд су қоймасының бойымен жүре алады. Шамамен осыдан 90 жыл бұрын салынған жолмен.